Армысыздар достар, сіздермен бірге Тәкемен. Бүгін мен сіздерге мемлекеттер жайлы бүгін көрсеткім келіп отыр. Әлем елдеріне жайлы, сонымен қатар әлемнің 7 кереметі жайлы сіздерге ақпарат бере отырып, осыны жазуға кеңес беремін. Осы программаны. Бұл программадан кез келген мемлекетті таңдайсыз. Мысалға, кез келген мемлекет. Мен Камбоджа мемлекетін таңдасам, қазір Камбоджа міне. Оның қазір Википедиядан сізге ресми мәліметтер келеді. Астанасы Пномпен, бір айтатыны кемшілігі бұл орысша. Қазақшаларды білмеймін, бірақ бұның сапасы кішкене жоғарырақ. Пномпен Азияда орналасқан конституциялдық монархия, валютасы, яғни біздікі теңге болса, оларды камбоджийский риэль, яғни камбоджалық риэль. Языктары, яғни тілдері қхмерский дейді, сондай тілдері бар екен. 14 миллион 805 мың адам екен. Және де тағы да айта кететінім, бұл население человека деген бұл жаңағы мемлекеттердің халқы саны ғой. Бірақ бұл жақта ескертетіні, бұл 2017, 2018, 2016 жылдағы мәлімет болуы мүмкін. Бұны әлі өзгертпеген, наверное. Білмеймін, қазір Қазақстанды көретін боламыз. 181.040 километр квадрат территориясының аумағы. Келесі 81,178 ол дегеніміз тығыздығы. Интернет доменінде .kh, яғни соңында жазылады kh деп. Бізде kz болса, бұларда kh. Орыстарда ру болса, сондай бұларда kh. Телефонный код +855. Ал біздің телефондық кодымыз, біздің мәліметтерімізді бөлі аласыздар. Қазірде мемлекетіміз 18 миллионнан асады, мынау 1 миллионға төмен. Астана, столица, көріп тұрғандарыңызға өзгеріп кеткен, қазір Нұр-Сұлтан ғой. Азия, час света, Азияда орналасқанбыз, Еуразияның, яғни час света деген қай дүние бөлігінде. Президенттік республика, Қазақстандық теңге, валютамыз, тілдеріміз, қазақ тілі, орыс тілі. Қазақ тілі негізі ғана қалу керек, орыс тілі бізде бұл ұлттық қарым-қатынас тілі. Біздің тығыздығымыз қарап отырсаңыздар өте аз, 6,144. Жаңа көрдіңіздер, бізден халық саны сәл ғана 14 миллиондық мемлекетте 80 тығыздығы болды. 80-дік. Енді біздің интернет доғамыз жаңағыда айтқандай .kz, телефондық кодымыз +7. +7 707 деп жазамыз ғой. Бұл дәл осыда қаралған. Өздеріңізге кез келген мемлекетті таңдап алсаңыздар болады. Содан жаттап, тіптен флагтар, мысалға сұрақтар кеп қалған кезде бұл жақтан көрсеңіздер, тіптен тиімді. Мысалға сізге Замбия десе, сіз оның Лусака екенін білесіз. Қай Африкада орналасқан деген. Енді келесі чудеса света, яғни әлемнің кереметтері, яғни 7 кереметі бар, сонымен қатар біз танитын, танымайтын кереметтері бар екен. Мысалға, Хеопс пирамидалары, бұл жақта мәліметтер жазылған. Сонымен қатар Александр Маяга шамшырағы, сонан кейін Висче сады Семирамиди, яғни Семирамиданың әсем бағы, ғажайып бағы, статуя Зевса в Олимпии, яғни Зевстің алып мүсіні Олимпиада орналасқан, Олимпиада. Колос Родский. Бұл енді бізге ұстап тұрған шамшырақ, оны білесіздер, мынау храм ғибадатханасы, Эфес. Мавзолей в Галикарнастағы, біздің бұл мавзолей. Сонымен қатар Колизей, мынаны білесіздер, бұл амфитеатр, яғни театр болған бұрында. Сонымен қатар мына жақтарда ұлы Қытай қорғаны бар. Великая китайская стена. Мысалға тағы да қандай? Мачу-Пикчу, Петра, сонымен қатар Тадж-Махал. Өздеріңіз мына жақтан осыны тауып алсаңыздар, Тадж-Махал туралы мысалы Үндістанда орналасқан мешіт кесен екен, білесіздер. Сол туралы барлық мәліметтің бәрі жазылған.
мынау Христ Искупительдің храмы қай жақта орналасқан десеңіздер, Иисус Христің, яғни Иса ненің Рио-де-Жанейрода орналасқан. Сонымен қатар әртүрлі Амазонка үшін өте сондай қажетті дүниелер бар. Таңғаларлық. Сонымен қатар сіз кез келген құрлықты континентті, яғни 3 түрі бар. Соның материктің біреуін таңдасаңыз, дүние бөлігі. Сонда мына жақта, сол жақта орналасқан мемлекеттер тұрады. Мысалға бізде Қытай бар ма? К-ға кетсек қазір. Китай мені. Юань валютасы, социалистическая республика, әлеуметтік республика. Тілі Қытай. 10 миллион километр квадрат. Көріп отырсыздар. Бұның плотності тым тығыздығы өте көп. Бұл жақтан өздеріңізге керегін аласыздар. Және де игра бар. Бұл жақта сіздер неверно, яғни жалған болса сол жаққа бұрасыздар, оң жақ ол верно. Қараңыздар, мысалға Сан-Сальвадордың астанасы қандай? Лесото дейді. Мен ойымша мынау. Сонда очколарыңыз бүйтіп көбейіп отырады. Мынау Индиянкім. Афина, столица дұрыс. Обанның мынау герб деп тұр, үстінде гербі деп тұр. Мен ойынша дұрыс емес. Форма правления парламентская республика. Македония парламентский емес. Сан-Марино, бұл да парламентсіз ау деймін. Так, Ангола. Анголаның флагы дейді. Осы ма? Бұл емес. Форма правления, яғни басқару түрі конституциялық монархия дейді. Бутандікі. Палаудың флаг бұл емес. Телефонный код. Даниянікі ма бұл дейді. Найроби. Кенияның астанасы Найроби дейді. Телефонный код Азербайджан дейді. Мынау соның елтаңбасы. Мына жақта сіздерге жауаптар шығады. Өздеріңіздің достарыңыз ойнасаңыздар болады. Сонда викториналар бар. Мысалға, кез келген нәрсені таңдайсыздар, континент таңдасаңыздар, Молдавияның қай континентте орналасқанын табасыздар. Мынақты екі қараңыздар, Европа, Северная Америка, қай жақта орналасқан? Менің ойымша Европада деп ойлаймын, бірақ болмады. Өздеріңіз ойнай бересіздер. Яғни, сонымен қатар тіл. Мысалға, Мавританияның тілі қандай? Тіптен мынау герб. Мынау қай елдің гербі, немесе валюта. Өздеріңіз көресіздер, телефонный кодты да бассаңыздар болады, немесе өздеріңіз бітсеңіздер болады. Еуропадағы мемлекеттердің флагтары. Мынау Даниянікі. Келесі. Үстіңіздер болады. Мысалға сіздер Азиямыз ғой өзіміз. Ұзақта флагты бассақ, мынау қай елдікі? Бұл Азияда орналасқан мемлекет, ол Азербайжандікі. Өйстіп өздеріңіз басып кете бересіздер, сөйтіп соңында 20 ұпайдан қанша алғандарыңыз көрсетіледі. Мына жақтан континент таңдайсыздар, категорияны таңдайсыздар. Сонымен мен келесіде міндетті түрде уақыт өте келе осындай викториналық ойындармен ойнап қанша балл жинайтынын көретін боласыздар. Сіздермен бірге болғанда әкемен сол сәлеметте болыңыздар. Осы приложениені жазып алыңыздар, келесіде міндетті түрде ойнайтын боламын. Міндетті түрде лайк пен подписка. Сіздерден қандай деп отқан шығарсыздар. Мінекей стороны мира деп жазсаңыздар, міне осындай әртүрлі мемлекеттерінің түрі шығады. Жер шарын. Осыны жазып алыңыздар міндетті түрде. Егер ұнаса лайк басыңыздар, келесі видеоны міндетті түрде күтіңіздер. Подписацияны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.